Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаментінің қызметкерлері аумақтық бөлімшелермен бірлесіп, желтоқсан айының 2-ші онкүндігінде есірткінің ірі партияларын тәркілеп, бірқатар қылмыскерді ұстады. Жамбыл облысында Шу қаласының тұрғыны ұсталды. Оның мал қорасынан 111 килограмм марихуана және 3 килограмм гашиш салынған полипропилен қаптары, сондай-ақ тіркелмеген 12-ші калибрлі аңшы мылтығы табылды. Күдікті есірткіні Алматы қаласында сатпақ болған. Алматы облысының Покровка кентінде 37 жастағы әйел ұсталып, одан 61 грамм мефедрон тәркіленді. Елордалық полицейлер жергілікті тұрғыннан жалпы салмағы 153 грамм болатын мефедрон тәркіледі. Ақтауда бұрын сотталған қала тұрғыннан жеке тінту кезінде және жалға алынған пәтерін тексеру кезінде 225 грамм психотроптық синтетикалық заттар табылып тәркіленді. Петропавлда қала тұрғыны құрықталып, одан жеке тінту кезінде және жалға алынған пәтерін тексеру кезінде 351 грамм альфа-PVP синтетикалық заты анықталды. Атырау көшелерінің бірінде жергілікті тұрғын ұсталды. Күдіктіні жеке тексеру кезінде және пәтерін тінту кезінде полиция қызметкерлері альфа-PVP синтетикалық затын тапты. Есірткінің салмағы 115 граммды құрады. Желтоқсанның 2-ші онкүндігінде Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшелерінің қызметкерлері заңсыз айналымнан 150 килограммнан астам түрлі есірткі заттарын тәркіледі. Ішкі істер министрлігі есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын өткізу мақсатында заңсыз дайындағаны, сатып алғаны, сақтағаны және тасымалдағаны үшін мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылатынын ескертеді.